Қазіргі таңда қоғамды толғандыратын түйткілді мәселелер бар. Соның бірі де бірегейі аралас мектеп. Бұған сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы аралас мектеп болған дұрыс па? Аралас мектеп, енді бұл бір сөзбен айтқанда, бұл аралас мектеп, бұл ұлттан дүбәра жасайтын мектеп. Ол кеңес үкіметінің саясаты кезінде арнайы саяси тұрғыдан қолданылған тәсіл ғой, аралас мектептерді ашу. Негізі мектеп ашқаннан кейін әр ұлттың өзінің жеке мектебін ашқан дұрыс, өзінің мектебінде оқитындай. Ол аралас мектеп болғаннан кейін ол жерде қазақша тілі шығып, қазақша болмысы қалыптасқан бала барып алады да, ар жақта басқа орысша оқитындармен араласады, сонымен дүбәралық осыдан шығып жатады. Негізінде менің жалпы ұсынысым болашақта жалпы қолға алынатын іс осы аралас мектептерді бөлу керек. Сол ата-ананың тәрбиесінен кейінгі уақыт мектепте өтеді ғой, баланың тәрбиесі де, білімі де. Осы мектептегі оқулықтар жайлы не айтасыз? Бұл өте салмақты сұрақ. Мінекей, оқулық, мектептегі оқулық дегеннің қандай былыққа толып атқандығын, оны білім ордаларының барлығы сол жерде оқып атқанда, оқытып жатқандар да бәрі жақсы біледі. Енді көрермен арасында ұстаздар да отырады ғой. Бұл кісі қандай дәлелмен сөйлеп жатыр дегенде бір ой туады ғой кісілерге. Не айтасыз? Нақты дәлелмен айтатыным оқулықтардың, мысалға мен тарихшы ретінде Қазақстан тарихы оқулығының өзіне қалайын. Бізде мынаны жолға қоюымыз керек. Мысалға Қазақстан тарихының 7-ші сыныпқа арналған Қазақстан тарихы дейік. Ол шығады Атамұра баспасынан бір шығады, мектеп баспасынан бір шығады, Алматы кітап баспасынан бір шығады. Үшеуінің мазмұны бір болса жақсы ғой, үшеуінің мазмұны үш түрлі, ұқсамайды бір-біріне. Енді мектептің үрдісінде олардың кәдімгі күнтізбелік жоспарлары болады оқытатын. Сода мүлдем басқа тақырыптар жүреді, қолдарындағы алып оқытып отырған оқулық мүлдем бөлек. Кейін бұның барлығы әлгі тестке дайындалғанда да басқада да оқушыларға осының бәрі қиындық тудырып жататын себебі сондықтан. Жақсы, бұл баспалар әртүрлі осылар бірігіп шығарасын, бірақ та мазмұндар бірдей болу керек. Бөліп алсын, мысалға, ана 7-ші сыныпқа дейінгіні бір баспа шығарса, одан кейінгіні қайталамай, екінші баспа, мектеп баспасы, ол 7-ден жоғары қаратай шығарсын дейтіндей. Ал бұларда бір оқулықты 3 баспа шығарады, үшеуінің мазмұны 3 түрлі. Мінекей, осы нәрсе бар. Ол бір. Екіншіден, біз өзіміз қолдағы барды жоғалтып ап, қайтып соны іздеп жүреміз. Кезіндегі әліппені жоғалтып алғанымызды білесіз. Оны қайтадан қайтарғанда жерден 7 қоян тапқандай мәз болды. Қуанып бір. Осы нәрсе не керегі бар? Мысалға, тұрған нәрсе еді ғой. Міне осындай үрдістер. Сонан кейін мына тестке дайындау мәселесі де дұрыс емес. Жалпы мына ауызша пәндер, гуманитарлық тұрғыдан, жаратылыстану тұрғысынан ауызша оқытылатын пәндер бар. Оның барлығы негізі түсіндіріліп оқытылу керек, баяндалу керек. Түсініктің, мысалға, тарихтың өзі солай түсіндірілмейінше, одан толымды түсінік қалыптаспайды. Тек тест жаттап қана өмір сүреді, бітті, ар шетінде теория жоқ. Осының барлығы бұл оқу үрдісіндегі кемшіліктер.